Сәлем достар, мен сіздермен бастан өткізген оқиғаммен бөліспекшімін. Дайын болсаңыздар, бастайық. Осыдан 1 жыл бұрын, мен Сумаямын, номер 1 әнші. Осы жұмысым арқасында үйім, машинам болды. Жасым небәрі 25-те, тез танымал болдым. Енді жұмысқа кеттім. Қызым, қайда барасың, тағы да ән айтуға ма? Әрине, анашым, жолымды бөгеме, білесің, мені тек бай ауқатты кісілер тойға шақырады. Маған хабарлама келіпті, қызық. Бұл жерде бір мекен жай бар екен, осы жерден 2 сағаттық жол. Мүмкін біреу адасып кеткен болар. Сәлем достар, мен келдім. О, сәлем, қош келдің. Сәлеметсің бе? Я, бастайық. Достар, жұмысты бастаймыз ба? Я, бастайық. Әрине, мен дайынмын. Мен де. Жарайды, микрофонға дайындалыңдар. Барамын. Бастаңдар. Бастаңдар. Сумая, кәз әнді жазып алайық. Сен сахнаға шыққанда қобалжып ұмытып қалмайсың. Дұрыс айтасың, көп кісілер алдында кейде қобалжып кетемін. Кеш басталады, мен кеттім. Дайындалайын, сосын сахнаға шығамын. Сәттілік, сәттілік. Сәттілік. Кеш қандай ғажап. Ән саламын. Махаббат туралы. Жүрегімде сен, жарық дуаға. Бүгінгі кешімізді аяқтадық. Сумая, әнді күшті орындап шықтың. Сумаяның дауысы керемет қой. Біз бір командамыз, барлығымыз еңбегіміз. Миран, бүгін жақсы ақша жасадық. Жарайсың. Қызым, келдің бе? Я, анашым, не оқып отырсың? Хадистер кітабы, әншілікті тасташы, ол дұрыс емес. Жоқ, анашым, мен бөлмеме кеттім, шаршап келдім. Эх, осы қызым мені түсінсе ғой. Сахнаға шығуды қойса екен. Қалай айтсам екен бұл жолды таста деп. Бүгін қатты шаршадым, күшті ақшада жасадым, енді демалайын, ертең тағы жұмыс. Алло, Айша, бара жатырмын, такси келді, көп кешікпеймін. Алло, бұл кім? Бұл Сумая ма? Я, мен. Мен сізді қызымның тойына шақырмақшы едім. Рахмет. Қызым, сізді жақсы көреді. Той қашан? Ертең, мекенжайды жазып жібердім. Хабарлама сізден бе? Иә, ақшаны 2 есе төлейміз. Келісемін. Сумая кіші ұсыныс түсті ғой? Я, Али, дұрыс айтасың, бірақ тым алыс екен, 2 сағаттық жол. Ештеңе етпейді, көп ақшалы боламыз. Иә, рас айтасың, мүмкіндікті жібермейік. Ертеңге дайындалайық. Үйге барып, демалып, ертең бірге барып қайтайық. Бәріміз баруымыз керек. Жақсы идея. Мен дайынмын. Керемет, бәріміз барайық. Онда кеттік. Гитарамды алып кетемін. Жігіттер, не деген алыс жол? Қыздар, шаршап қалдыңдар ма? Жоқ, сәл қорқынышты жер екен, осы мекен жай екен, кеттік, арттағы үй. Қош келдіңдер. Сумая, келдің бе, сені көп күттік. Ішке кіріңдер. Жүректер соғады, бірге махаббатпен тербетеміз. Әнмен қосылып шырқайық, достар. Қанат бітіп самғағандаймыз, биікке ұшамыз. Музыка бізді біріктіреді. Не болып жатыр? Сендерді жын деп ойлап қалдым, балалар, бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Ата, қатты қорқып тұрмыз, біз бұл үй тойға келдік. Тойға келдіңдер ме? Иә, ата, біз қонақпыз. Иә, ата, бізді тойға шақырған. Бұл үйге адам кірмей, тастандық үй жындар қаптап кеткен, бір сақтапты аман қалыпсыңдар. Бұл үйге 100 жылдай болды, ешкім тиіспейді, үйлеріңе қайтыңдар, жастар. Бізді бір сақтап қалды Алла. Дұрыс айтасың, өз көзіме өзім сене алар емеспін.
Анашым, мен қатты қорықтым, мен ол күнді қалай ұмытамын? Уақыт емші, бәрі артта қалды, мен қасыңдамын, жылама жаным. Біртіндеп бәрі жақсарып келеді. Өткен оқиғаны ұмытып кетпесем де, енді қорықпаймын, әншілікті тастадым. Осымен менің оқиғам аяқталды. Әншілікті тастап басқа жұмыспен айналсам, достарым да музыкадан кетті. Оларда да бәрі жақсы. Сау болыңдар.